Сіздерге сәлем. Бүгін сіздермен коронавирустан, эпидемиядан қорқыныш сезімін қалай азайту керек екендігі жайлы әңгімелескім келіп отыр. Жалпы бұл мен ойымша қатты мүмкін емес, себебі айналадағы болып жатқан оқиғалар, телевизорды қосып қалсаңыз, интернетті қосып қалсаңыз, адамдармен сөйлесеңіз, барлығының айтатыны бір нәрсе. Дегенмен бұл паниканы азайтуға болады. Және азайту керек, себебі бұл паникадан еш пайда жоқ. Менің де басымнан өтті бұл паника. Дегенмен анализдей келе, белгілі ақпарат көздерін зерттей келе, бұл паниканы мен бәсеңдете алдым, Құдайға шүкір. Және бұл ақпаратпен сізбен бөліскім келіп отыр. Бәлкім сізге де бұл ақпараттың пайдасы тиеді. Бәлкім сіздің таныстарыңыз бар, мен коронавирустан қорықпаймын, ауырсам ауыра берейін, өлсем өле берейін, ол мүлде жоқ деген таныстарыңыз болуы мүмкін. Олар неге қорықпайды? Неге оларда паника жоқ? Себебі олар логикалық тұрғыдан өздеріне түсіндіреді. Ауырсам ауыра берейін, бұлай болса бұлай болсын деп өздеріне стратегия қояды. Өздеріне түсіндіреді. Сонда олардың паникасы жоғалады. Ал кейбір адамдар, әсіресе невротиктер, неге олар уайымға түсіп кетеді? Себебі олардың стратегиясы жоқ. Олар арт жағында қорқып тұрады. Ойбай, мен ауырып қалсам біттім ғой, не болады деген. Арт жағында мүлдем жаман жорамал бар да, мүлдем стратегия жоқ. Артында не болатыны оған бір қап-қара болашақ сияқты болып тұрады. Сол себепті адамда паника басталады. Неге бұл адамда паника басталады? Ол біріншіден өлімнен қорқады. Ол өлімнен қорқады, ауырып қалудан қорқады. Ал енді уайымнан құтылудың процесін бастайық, анализді бастайық. Маған жауап беріңізші, сіз неге ауырмауыңыз керек? Сіз тірі организмсіз, сіз өлі адам емессіз. Сол себепті кез келген адам ауырып қалуы мүмкін. Яғни сіз өзіңізге талап қоймаңыз. Мен ауыр қалмау керек, ойбай, мен ауыр қалсам бітті деген сияқты. Яғни өзіңізге рұқсат беріңіз. Ең айтады ғой Дейл Карнеги, примиритесь с худшим, ең жаман деген болатын салдармен келісіңіз. Онда тұрған не бар? Ал жарайды, ауырып қалдық дейік. Сіз, Құдай сақтасын, ауырып қалдыңыз. Не болады? Біріншіден, сіз сол қауіпті топқа кіресіз ба? Біріншіден, сіз ол қауіпті топқа кірмейсіз. Сіздің ауруларыңыз бар ма? Сіздің ауруларыңыз жоқ. Статистиканы қараңыз. Статистикада қанша адамнан қанша адам қайтыс болып жатыр. Ол өте кішкене ғана адамдардың саны өліп жатыр. Ауырғандардың ішінен өлім саны өте аз. Яғни статистикаға қарап өзіңізге өзіңіз түсіндіріңіз. Сонымен қоса жарайды, ауырып қалсаңыз, сіз біріншіден жай ғана жатпайсыз, сіз іс-әрекет жасайсыз, сіз емделесіз. Сіз доктордың айтқанын, дәрігердің айтқанын жасайсыз, сіз антибиотиктер қабылдайсыз, барлық дәрілерді ішесіз, дәрігердің айтқанын барлығын істейсіз. Сонымен қоса сіздің организміңіз, ол күреседі, организмнің сондай қасиеті бар. Құдай тағала бізді солай қылып жаратқан екен. Ал айтайық, сіз сол топқа кіресіз, қауіпті топқа кіресіз. Сіздің жасыңыз 75-те болуы мүмкін, сіздің белгілі ауруыңыз болуы мүмкін деген сияқты. Егер де сіз қорықсаңыз, яғни сіздің қорқынышыңызбен, өлімнен қорқынышыңызбен жұмыс істеу керек деген сөз. Есіңізде сақтаңыз. Адамның жаны ешқашан өлмейді. Өлсе сіздің денеңіз ғана өледі. Яғни сіз эмоция сезінбейсіз, сіздің денеңіз ғана өледі. Яғни сіздің жаныңыз ешқайда жоғалмайды. Жалпы физикада заң бар ғой, энергияның сақталу заңы бар.
сіз ешқайда жоғалмайсыз. Және де мен мысалы әрқашан ойымда сақтап жүремін, біздің жанымыз бізге тиесілі емес. Барлығы Аллаға тиесілі. Бұл біздің нәрсеміз емес, біздің жанымыз бізге тиесілі емес деген сияқты. Сонымен қоса, біріншіден статистикаға қараңыз. Статистиканы жиі қараңыз. Мысалы, мынау атақты адам жазылып кетті, анау жазылып кетіпті. Мысалы, мен жасымдағы ана кісі жазылып кетіпті деген сияқты статистиканы, түрлі позитивті ақпаратты қарап отырыңыз. Facebook, Instagram сияқты негативті ақпараттар желісін, негативті ақпаратты көп көрмеуге тырысыңыз. Онда өзінің кері әсері бар. Жалпы бұл паникадан еш пайда жоқ. Ол тек қана кері әсерін береді екен. Қазір кейбір адамдарда анандай ауа жетіспей тұрған сияқты, одышка сияқты бір сезім пайда болды кейбір адамдарда. Жалпы әрине біріншіден тексерілуіңіз керек. Больницаға барып тексеріліңіз, барлығы таза ма? Таза болса, яғни ол паникадан пайда болған нәтиже. Егер де аяқ астынан сол сияқты паника басталса, сізде өзіңізге қайталаңыз. Мен ауырғым келмейді. Ауырып қалсам да ешнәрсе болмайды. Себебі менің организмім күреседі. Мен бұл аурумен күресемін, мен емделемін, мен антибиотиктер қабылдаймын, дәрігердің айтқанын барлығын істеймін. Аллах тағала мені қорғайды. Барлығы Аллах тағаланың қалауымен. Көп дұға етіңіз, міндетті түрде. Сонымен қоса, ешқашан ұмытпаңыз. Сіздің жаныңыз ешқашан өлмейді. Ешқашан өлмейді. Осыны есіңізде сақтап жүріңіз. Және көп дұға жасаңыз. Барлығы дұғаның арқасы. Барлығы дұғаның арқасы. Көп дұға жасаңыз. Қош сау болыңыздар. Сіздерге тілерім, деніңіз сау болсын, өзіңізді сақтап жүріңіздер. Алла бізді сақтасын. Егер де менің видеом сізге пайдалы болса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қандай да сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыз, мен жауап беруге тырысамын, иншаллах. Қош сау болыңыздар.